Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы отан. Оқу мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау. Орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау. Бағалау критерий. Тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтайды, орта көлемді шығармаларды түсінеді, тақырыбы мен негізгі ойды анықтайды. Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасайды. Отан туған үйіміз, отан туған жеріміз, отан ортақ үйіміз, көтеріңкі біздің көңіліміз. Бүгін сабақта қолданатын жаңа сөздер мен сөз тіркестері. Отан, ата-анаң, бауыр, тарих, ағайын, ата-баба, тіл.
Бірінші тапсырма. Өлеңді тыңдап, негізгі ойды анықтаңдар. Дескриптор. Шығарманы түсінеді, негізгі ойды анықтайды. Отан. Көп аузынан түспейтін отан деген немене? Оның тұлға, түс кейпін, достым, білгің келе ме? Отан сенің ата-анаң, отан досың, бауырың, отан өлкең, астанаң, отан аудан, ауылың, отан тарих, отан тіл, жасаған елің, ер халқың, отан өлкең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқың. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бере отырып, өлеңнің мазмұны бойынша кестені толтырыңдар. Дескриптор. Сұрақтарға жауап береді, өлеңнің мазмұны бойынша кестені толтырады. Кім деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазамыз? Ата-анаң, досың, тағы да басқа. Не деген сұраққа? Өлке және тағы басқа сөздерді дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Үшінші тапсырма. Тақырып бойынша постер жасау. Дескриптор тақырып бойынша постер жасай алады. Рефлексия, аяқталмаған сөйлемдер. Сендердің назарларыңызға аяқталмаған сөйлемдер берілген. Бүгін мен не білдім? Мен үшін не қызық болды? Мен үшін не қиын болды?